Bilmek yedik. Üstüne basıp çıkamız. Götürün. Солдаттар секірді. Тік тұрамыз. Артемий деп Филиппин. Сіз әскерде болған жоқсыз ба? Болған жоқпын. Бәсе көрінді. Не болды? Мырзалар. Міне, бұлай көрсетеді. Әскерде төс талдыға шығарады. Төс талдыға. Бөксені ішке қарай кіргізеді. Қай ішке? Кеуден ұстайды да. Ол емес, Петр Иванович. Артемий Филипповна, мен көрсетейінші. Әскерде болмаған қандай? Екі былай қарай, жоғары. Төсті былай қарай жақ. Кетіміз былай. Oldu mu ne? Ama Teodor. Артемий де Филиппин, бұл екеуі де шал ғой. Niye böyle kurtuldum aslında askerde olmasın da. Nasıl? Ama Teodor görsün. Ama Teodor. Sündüm ama Teodor. Oldu mu lan? Düştü mu lan? Cambaz tarafka. Емес, ол емес. Ama Teodor. Артемий де Филипповна. Енді қалай? Тұра тұра екеуің білмейді екенсің. Кеуден былай көтереді. Жоқ, сүресің. Кеудені көтереді деймін былай. Көтереді деймін. Сүресің. Жігіттер, бізге басқа нәрсе істеу керек. Мәселен? Мәселен, қыстыру. Қыстыру керек. Қыстыру керек. Ama Teodor, қыстыру керек. Қалай қыстырамыз? Ол проблема қалай қыстырамыз? Шынымен қалай қыстырамыз? Қалай жасайық? Қалай бәрі молдалардың атына садақа бересіз. Дұрыс. Садақа. Тыныш. Ей, анандай адамдар. Мына жақтан. Молдаларды қайтсын. Шынымен молдаларды қайтсын. Садақаны қайтсын сен. Ай, бүйтейік. Ақсақалдарды жинайық. Солардың атынан деп, конвертке саламыз. Почтамен. Сылқыт. Болмайды. Конверт ашылмаса масқара боламыз. Петр Иванович, сіз де ұстаңыз. Артемий де Филипповна ұстаңыз. Бәріміз бірге сауымызбен бісмилля деп бірге барамыз. Ей, вы чё? Анандай адамдар топырлап кіріп барсақ, ұнатпайды ғой. Шынымен Даяу. Артемий Филипповна. Ойнаңызшы, Артемий Филипповна. Былай істейік. Ешкім көрмейтіндей, екі көзден басқа көрмейтіндей, құлағы естімейтіндей, тірі жанға білгізбей, бір-бірлеп. Берейік. Бір-бірлеп. Сонда. Бір-бірлеп. Иваныч. Петр Иванович. Сіз бар. Мен Петр. бару керек. Бармасаң қош. Мен? Петр Иванович. Жүрегім. Петр Иванович. Сен болды. Петр Иванович. Өтіріп тарып қалатын ғой. Расымен жүрек ұсақ болды ма? Сіз. Ama Teodor. Сіз. Уефа ойнаймыз.
барасыз. Барам. Сіз барасыз. Архимед. Барам. Сіз барасыз. Еще как барам. Тұра тұрыңдар, төка, тұра тұрыңдар. Болсайшы. Барам. Amos Fyodorovich, men sizde erkek dedim. Ya. Size de erkek. Sizde men aytdım. Men 4 kitap okuğum. 4 kitap okuğum desin. Еще Сицерон şaha söyler. Сицерон söyleyin. Varsın desem. Жарайт. Amos Fyodorovich. Жарайт жігіттер. Amos Fyodorovich. Уақыт жоқ. Мен кеттім. Жолыңыз болсын. Жолыңыз. Артемида Филипповна. Жолыңыз болсын. Артемида Филипповна. Тұра тұрыңыз. Я мен еркек екенім рас. 4 kitap оқығандар. Сицерон секілді сөйлейтіндер. Конечно, siz varasız. Amos Fyodorovich. Жарайды. Мен бармағанда кім барады? Жігіттер. Мен қайдам? Ешкім жоқ. Ай, басым. Дайма, мұнда тірі жан бар ма, сән? Аулада да ешкім жоқ. Кешіріңіз. Саламатсыз ба? Айтып жібермейсіз бе, мен қайдамын? Үй иелері қайда? Аулада да ешкім көрінбейді. Сізге сәлем беруге келген осындағы уездік соттың судьясы коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин деген мен боламын. Сіз осы жерде судьясыз ба? 1895 жылдан бастап ақсақалдардың қалауымен 10 жылдыққа судья қызметіне тағайындалып, сол жұмысты адал атқарып келе жатырмын. Иә, судья. Білем мен судьяларды. Судья болған тамаша ғой. Пайдалы. Білем судья. Осы адал қызметім үшін 4-ші дәрежелі Владимир наградасымен марапатталдым. Иә, Владимир маған ұнайды. Ал анау
Üçüncü dereceli Anna var ғой, onша емес. Қолыңыздағы не? Қолыңыздағы не деймін? Көрсетіңіз. Мінекейіңіз. Мынау не? Масқара! Мұны ақша қайдан жатыр? Сіз қолыңыздан түсірдіңіз ғой жаңа. Қолымнан? Иә? Жоқ. Жерде жатыр сіздікі. ғой. Жерде жатқан ақшам. Масқара біреу түсіріп алған ғой. Сіздікі емес. Менікі емес. Ал егер сіздікі болса, сіз бұны маған қарызға бере алмадыңыз. Біз жақта тапқан ешкі баққан деген тамаша сөз бар. Мынау сіз тауып алдыңыз. Сізге бұйырсын алыңыз. Рахмет. Маған басқа қоятын сұрағың жоқ па? Жоқ. Басқа қоятын сұрағың жоқ. Басқа қоятын сұрағым Жоқ. 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 Маэстро музыку. Рахмет. Доймын, ну. Ақша. Осип! Осип! Иван Александрович. Иванушка. Иван Александрович. Сіз кімсіз? Саламатсыз ба? Иван Александрович. Саламатсыз ба? Мен земляникамын. Кім? Игілік мекемесінің басшысы. Сіз маған кеше тамақты. Лабардан. Иван Александрович, мұнда келсеңіз. Не болып қалды? Мұнда келіңіз. Я, мен өте маңызды шаруаменен келіп тұрмын. Не болған? Өте маңызды шаруаменен келіп тұрмын. Сіз отырмайсыз ба? Жоқ, айта беріңіз. Мен бәрін білем. Нені білесіз? Бәрін білем. Мен ештеңе алғам жоқ. Мен сіз туралы емес. Мен мына жақтың бәрін білем. Иван Александрович, тыңдаңыз. Мен өзім жұмысты... Мен мынаны шеш қояйыншы. Мен өзім жұмысты бары қыласыммен қыламын. Ал осындағы почтальон бар ғой, почмейстер. Кім ол? Анау, екі көзі бар. Екі көзі бар? Я, екі көзі баршы. Сос? Екі құлағы бар. Екі құлағы бар ма? Мұрны бар. Мұрны? Я. Шашы да бар шығар? Шашы бар. Шашы бар. Сол шана. Мұрты бар. Сол бар ғой. Істеген ісінің бәрі салақ. Келген хаттарды ашып тастайды. Пошталарды, посылкаларды шашып тастайды бұлайынан. Я. Ал, судья бар ғой. Судьяны тыңдаңыз. Баған осында келді ғой. Судья, сізге ақша бергенше. Маған ешкім ақша берген жоқ. Сізге... Мен алған жоқ. Алған жоқсыз ба? Мне показалось. Алған жоқсыз. Я, сол, судья, сол бұлай істеді. Анау халық келетін ордалы жерге. Ана иттерді қамағалы аз келгенсіп, ана Добкинский бар ғой. Соның әйелі не етеді? Короче. Не етеді? Ой, Иван Александрович, не етеді ғой енді? Не етеді? Не етеді? Иванушка, сіз... Түсінген жоқ. Дұрыстап айтыңызшы. Енді елестеттіңіз міне. Ол судья. Судья. Мына біздің судья. Анау Добчинский. Елестеттіңіз, оның әйелі бар. Енді әйелі... Енді соны ана судья... Не біле, бір жерге атпен шаба ма?
Жоқ. Иван Александрович, міне, біздің судья. Жоқ, мынау Добтинскийдің үйі. Добтинский кетті далаға. Жоқ ол, найын үйде жоқ, қапыд. Енді судья. Та-та-та-там. Келді. Айелі шықты. Та-та-та-там. Енді айелі мынандай. В общем, сондай. Енді екі. Соңында Иван Александрович. Немене? Атқа міне ма екеуі? Енді мінсе міне шығар, только потом неткенден кейін. Ну, қазір бірінші нетет. Нетет? Иван Александрович, анау кімнің айелі? Ол айел міне. Мынандай айел. Түсіндім. Добтинскийдің айел. Добтинскийдің әйелі. Анау судья. Судья. Екеуі жалғыз қалады. Добтинский үйде жоқ. Елестеттім. Отырады міне. Отыр. Манас болып тұр. Манас атқа қонып тұр. Манасының өзен өтей. Басындағы сол төбетейін тепкенде, тегереніп кеткенде. Немене екеу? Жарсама, жырайып. Мені жүрегіме түсіндіріп айтыңызшы. Бізге жазып берейінші. Жазып беріңізші. Қазір жазып берем. Сұну қиын екен. Еще как жазып берем мен бар. Міне, метет. Метет. Так, во, метет. Представляете, біздің судья анау Добтинский. Мынау қырғызша ма, қазақша ма? Бұл қырғызша. Қырғызша ма? Мыналар түсініп қояды. Вот, представляете, вот, енді еще. Иван Александрович, менде не бар? Хат, в общем. Не болған хат ол? Сосын оқисыз, Иван Александрович. Только обязательно оқыңыз. Қай жерге? Ой. Иван Александрович, сізге ақша керек жоқ қой, е? Жоқ. Керек жоқ, е? Мынаны алыңыз, ұмытып кеттіңіз. Ақша керек жоқ қой, Иван Александрович? Маған енді қарызға болса. Жарайды, қарызға. Мен қайтарам. Алыңыз, қайтармайын, қайсаңыздан болады. Мен міндетті қайтарам. Рахмет сізге. Тихо. Манас болып тұр, манас атқа қонып тұр. Иван Александрович, хатты обязательно оқыңыз. Сізге сәлем беруге келген осы қаланың тұрғыны Петр Иванович Добтинский баласы мен боламын. Сізге сәлем беруге келген осы қаланың тұрғыны Петр Иванович Добтинский баласы мен боламын. Петр Иванович. Добтинский. Петр Иванович. Добтинский. Ой, тамаша жігіт. Қуаныштымын. Кешіріңіздер. Сіздерден бір нәрсе сұрасам бола ма екен? Сұрай беріңіз, айта беріңіз. Сіздерде айтыңыз. Қарызға ақша жоқ па? Маған жолға керек болып тұр. Ақша, қарызға? Иә. 1 миллион жетеді. Қанша? 1 миллион? 1 миллион! Мама! Жігіттер, тұра тұрыңыздаршы, енді мен 2 миллион деп тұрғам жоқ. 1 миллион! Жарай. Қалталарыңызда қанша бар? Сол жетеді. Қалтада? Қазір. Не қалтамда жоқ? Жоқ. Менде бары 25 сом. Менде де бар екен. Петр Иванович, мен білем,
Mına sizдің мына оң қалтаңыздың мына тесігі бар. Менде терең жаққа жоқ. түсіп кетеді. Жоқ, сол жерде. Жоқ деймін, жоқ. Петр Иванович, Петр Иванович. Тоқтаңыз. Жолдастар, абайлаңыздар. Қанжар қарсы. Бірақшаның бәрі сізге. Рахмет, рахмет. Құдайым ау. Ақша. Не ақша? Міне ақша. Жоқ. Жігіттер, жарайды, былай қылайық. Рахмет. Маған осы ақшада жетеді. Жетеді ма? Иә. Рахмет сіздерге. Рахмет. Сау болыңыздар. Не болып қалды жігіттер? Тыныштық па? Бәрі жақсы ғой? Сау болыңыздар. Не болды жігіттер? Ақша керек пе? Жоқ, ала беріңіз. Енді не болды? Ала беріңіз. Бірдеңе айтқыларыңыз келе ме? Ал айтыңыз. Менің бір өтінішім бар еді. Менің некесіз тудырып алған ұлым бар еді. Некесіз? Ол менің туған ұлымдай. Даусын шығаршы. Ол қолынан өнер тамған. Қолына бәкі түсі. Құтты бір арбаны жасап шыға келеді. Ол сондай өнерлі Петр Иванович біледі оны. Мен сол балама өзімнің фамилиямды берсем деп едім. Соған көмектесесіз бе? Фамилия? Менің фамилиямды берсем деп едім. Жақсы. Соған көмектесесіз бе? Жақсы, көмектесейін. Рахмет сізге. Рахмет. Оқашы. Рахмет. Рахмет сізге. Петр Иванович. Сіз бірдеңе айтасыз ба? Мен? Айтам. Кешіріңіз. Сіздің мархабатыңызды сұрайым. Сіз адмирал, сенатор, генералдармен кездесесіз ғой? Әлбетте. Сол кезде ваше сиятельство. Жоқ. Ваше величество. Пәлендей қалада Петр Иванович Попчинский тұрады деп айтыңызшы. Жақсы. Айтасыз ғой. Ал егер Петербургте зәуде патшамен кездесе қалсаңыз, ваше императорское величество пәлендей қалада Петр Иванович Попчинский тұрады деп айтыңызшы. Жақсы. Айтам. Айтасыз ғой. Петр Иванович Попчинский. Петр Иванович Попчинский. Айтасыз ғой. Айтам. Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Рахмет. Мен туралы да айтады. Менің ұлымды, менің өз фамилиям алып береді. Петр Иванович, менің ұлымды, менің фамилиям алып береді. Өте қызық адамдар.
Бұлар мені біреумен шатастырыпты. Бірақ кіммен? Сонда да бұлар өте жақсы адамдар. Мен бұл жайлы ана Петербургтегі досым Трепичкинге жазсам болады екен. Иә, ол мақаласымақшы. Бұларды әдемілеп тұрып жазады. Иә, сөйтейік. Осип! Не? Қайдасың? Қағаз әкел. Қағаз әкелін алып тұрсын. Ручка! Ручка ұтыртты! Трепичкин досым. Мен қазір Не маған беріп тұрсың анаған? Задя! Не? Трепичкин достым. Мен өзіме... Бұл Трепичкин бар ғой. Өтте бір қызық адам. Қолына лексең бар ғой. Аман шықпайсың. Ол әкесін де танымай кетеді. Мақала десе. Осы адамдар бәрі маған қарызға ақша берді. Сондай мейірбан. Қанша ақша берді екен, санап көрейін. Так, сынау. Шински. Артемида Филипповна. Мына кісі. Судья. Құдайым-ау. Мынау. Не деген ақша? Құдайым-ау, мынау сан жетпейді ғой. Мынау миллион ғой. Менің қолымда ақша. Құдайым-ау. Ал! Жаяу әскер капитаны. Күт мені. Менде енді ақша бар. Тотайтам. Менде ақша бар. Қарындас. Не болды? Ақша! Тануына! Көрдің ба? Оларды мені қалай сыйлайды? Олар маған ақша береді. Әлде береді. Мен патшамын! Иван Александрович! Мен... Иван Александрович! Иван Александрович! Біреу танып қоймай тұрғанда кетейік. Қайда? Кетпейін мен мұнда. Мен... Әлі 2 күн болам. Аттарды жүйрік ағзар едік. Елге қарай. Не? Жағдай қиын ба? Қиын. Тревожный. Жақсы. Ондай ең жақсы аттарды яз. Сосын әр қызметшіге $1000 беремін. $1000? Иә. Сосын мына хатты дереу почтаға жеткіз. Түсінікті ма? Түсінікті. Бар. Александрович, мен мына хатты өздерінің адамдарынан беріп жіберейін. Өздерінің адамдарына? Ал өзім буынып түйіне берейін. Буынып? Аман келді бейтесің. Поштаға барасың, поштмейстерге барасың, хатты бересің, ақша алмал деп айтасың. Жарай ма? Кәсіпті, ақша сұрамасын. Қайтала. Поштаға барам. Молодец! Қане бар. Аттан дайындаңдар. Тройка болсын. Мырза ашылды. Айтыңдар. Иван Александрович, кеттік. Қазір. Кеттік. Әмеш, бол. Саған не? Хат. Хат бар. Атың кім? Аман келді. Кім? Аман келді. Кім? Аман келді. Аман келді? Молодец. Бар. Так. Тездет. Аман келді. Құдайым-ау, не болып қалды? Тыныш. Біреуіңіз айтыңызшы. Бір кісі айтыңызшы, не болып қалды?
Turgunlar mına duanbasının üstüne. Nege? Öy şerbetinde mınanday duanbasını görgen emes. Hey! Hey! Tanış. Mına oңbаған duanbası var koy. Senin köşeden, ana pazardan korup kalama. Beytim jelkenden ustaydı da. Ey kızık göz, Kazak'ın bazıktay. Ой, тұр, tanış. Iya. Айтыңыз. Ой. Айт. Ana tükünge mi? Ha. Tükünge kürekke. Ana şuğa көз түссе болды. Қарағым, мынау жақсы шұға екен. Біздің үйге апар дейді. Tanış. Mına айтсын. Айтыңыз. Дуанбасты өмірі көрген жоқ. Салдар сені алса бір сарымы. Ана шашылдыраққан алжаны келіп қолымен келіп қалıyor. Ne деген adam ola? Ey, tanış. İyi. Одан кейін ол оңбаған, Ha. ана біреу дуанбасы. Bu köy meyramda өзінің туған күні етіп отыр. Ya бұл болмайды ғой, заңға келмейді ғой. 22 наурызда дастархан жасайсың туған күніне. Жаңа жылма дастархан жасайсың. Құтты бар ғой. 8 наурыз әйелдер күнінде. Ананың туған күнін Ne demeyeceksin? Tanış. Mına айтыңыз. Ал енді бар ғой, енді қалт дедім бе бар ғой, бір топ әскерден келген орнатады. Сені нетпейін, оны заң тыйған дейді. Оны керек. Сен бар ғой әлгі сасыған балықтың дәмін татасың. Құдайым ау. Ей, мынаны тураны Сібірге айдату керек екен, да? Sana. Қайда айдатсаң да бар ғой, бізген әйтеуір аулақ болдық. Ағымызды міне әкелген Ben para almayım. Geçiniz ya. Құдайым ау, мен para almayım. Tanış. Men para almayım. Енді Мен тек қарызға. Bir az da улақ ақша болса қарызға аларыз. Tanış. Siz kimsiniz? Tanış. Мен осындағы ұстарыңа енді Феврония Петровна başlayalım. Біз осындағы дуанбасының үстінен қолды құрамыз. Оға қой, жексұрын менің байымды заңсыз әскерге алып кеп айдаттын. Басын тақыр бастап қиып айдат, сенің байың түкке де жарамайды. Болмайды. мен ана күні әйтіқайдан келе жатсам, анау жексұрын мені ұстап алды да дүре соқты ғой. Анау Asit! Bayram ne болып кетті? Ай! Тиістім! Саламатсыз ба? Мен сізді шошытып алғам жоқ па? Жоқ.
Мен шошынғам жоқ. Кешіріңіз. Сізге не керек еді? Мен маматайымды іздеп. Маматайыңызды? Иә. Ал маматайыңыз мұнда жоқ? Мен сізге кедергі жасадым ба? Жоқ. Сіз маған кедергі жасамайсыз. Кешіріңіз. Сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұраңыз. Мынау қалай болды? Немене? Мынау білмеймін. Брюм, 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 брюм. Ты сказала, что Саадин целовал лишь только в грудь. Подожди ты, Бога ради. Обучусь когда-нибудь. Ты пропела за Ефратом розу лучше смертных дев. Если был бы я богатым, то другой сложил напев. Я порезал розы эти, ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете лучше милой Шагане. И не мучь меня заветом. У меня заветов нет. Коль родился я поэтом, то целуюсь, как поэт. Маша қайдасың? Иван Александрович! Иван Александрович, қайдасыз? Маша! Потому что я села. Потому что... Маша, мынау не дейді? Мам, біз ештеңе Маша! Мен айттым ғой енді, біз ештеңе істеген жоқпыз. Мынау не дейді, Маша? Шагане, ты моя Шагане, потому что я с севера, что ли? Шагане, ты моя Шагане. Иван Александрович,
Брим. Енді сіздікі не? Анна Андреевна, мен сізге жүгінемін. Иван Александрович, тұрыңыз. Жер соншалық тас емес, тұрыңыз. Мен махаббат өртінен өртеніп барам. Менің тірі болуым, өлуім тек сізге ғана байланысты. Мен сізді сүйемін. Иван Александрович, менің күйеуім бар. Ештеңе етпейді. Иван Александрович, қойыңыз. Сені папамыз деп жатыр. Анна Андреевна. Браво. Неменеге қарайсыңдар? Көрдіңіз, Иван Александрович. Мені қызымды көрдіңіз ғой. 18-де қыз емес, 3 жасар қыздың қылықтарын жасайды. Менен үлгі алмайды. Көшедегі желікшеден ғана үлгі алады. Саған сол керек. Сол керек саған. Анна! Анна? Иә, Анна. Өтінем, біздің махаббатымызға қарсы тұрмаңыз. Өтінем, батаңызды беріңіз. Иә. Қазір әкең келеді. Менің батам саған. Жоқ! Анна! Иван Александрович! Тақсыр! Қайдасың тақсыр? Тақсыр, мені кешіре көріңіз, тақсыр! Құдай үшін кешіре көріңіз. Ана аршылар сізге арыз айтыпты. Құдай ақысына. Менің кінәм жоқ, тақсыр! Ана он терапевтердің әйелі мені дүниелеп деген сөз. Ол өтірік, шепшейге жала, тақсыр! О, Құдай білетпей, ол өзін ғана соғады. Тақсыр, мені кешіре көріңіз, тақсыр! Біреудің қатынында шаруам жоқ. Тақсыр, оларға сенбеңіз, тақсыр! Тақсыр, оларға мына кішкентай баланы сенбейді, тақсыр! Кешіре көріңізші, тақсыр, мені! Антоша! Антоша! Бүгін біздің мереке. Біздің құрметті қонағымыз біздің қызымызды айттырмақшы. Қайда? Біздің сүйікті қонағымыз. Не? Жындандың ба шешесі? Тақсыр, кешіріңізші. Бұл сондай, бұл осындай есалаң бар ғой. Шешесі де сондай болған. Мына, арты мына қызы да сондай. Мына тұқым қуалайды бұлардың. Мен ғашықпын. Ол рас. Тақсыр, ойнап айтасыз ғой. Мен сені алмай тұрмын, тақсыр. Ойнайсыз ғой. Сүйісіп жатыр ғой, сүйісіп. Güley batakları hep. Alo. Ne? Taqsir. Білесің бе, мен кішкене былай ақылымнан болып тұрмын да. Былай
Кешіріңіз, рұқсат болса сіздің қолыңызда. Құдай жарылғасын. Құдай жарылғасын. Кешіріңізші, мен кінәлі емеспін. Мені де кешіріңіздерші. Менде кінә жоқ ешқандай. Менде кінә жоқ. Кешіріңіз тақсы. Ой, аумаған күйе бала ғой. Анна, қарашы. Аумаған күйе бала. Ай. Мишка! Қама келді! Қане! Мишка! Қама келді! Иван Александрович, аттарды ай. Кеттік қане. Кеттік. Қама келді! Қане! Жаным, сіз не бара жатырсыз? Абайлаңыз. Сіз не? Жол жүріс па? Иә, маған жол жүру керек. Жаным, түсінші, мен бір 5 минутке барып келем. Барам келем. Міндетті түрде. Иә, келем. Уайымдама. Келем. Жаным, келем. Сіз қазір ғана әлгі құдалық жайында әңгіме айтып Иә, ол не ақ милиция. Иә, міндетті түрде. Келесіз Мен ана ғой. көрші ауылға ағама барып келуім керек. Асыға күтеміз сізді. Тоқтата алмаймыз енді сізді. Шагане, ты моя, Шагане. Потому что я с севера, что ли. Там луна огромный 100 раз. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе, Поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли, потому что я с севера, что ли. Потому что я с севера, что ли. Потому что... Жақсы. Антон Антонович, сізге қарыздар. Рахмет. Рахмет. Сізге де рахмет. Рахмет. Сіз арбамен барасыз ғой, Иә. Мен сіздің мына отырған жеріңіз жылы болу үшін, жұмсақ болу үшін мен бір крем төсеп жіберейінші. Авдотья, крем алып бер. Күймеден крем алып берші. Ана тақсыр кетіп бара жатыр. Сау болыңыз. Ал, кетті. Маша, жаным, сау болыңыздар. Сау болыңыз, Антон Антонович. Күтеміз сізді. Анна Андреевна, сау болыңыз. Маша, мен ана үйрендім ғой. Мен үйрендім. Жақсы, сау болыңыздар. Кешікпеңіз. Сау болыңыздар. Кешікпеңіз, Анна тақсыр. Андреевна, сау болыңыздар. Мишка. Анечкам менің, ана қарашы, кетіп бара жатыр. Тақсырымыз кетіп бара жатыр. Аня қарашы. Мұндай нәрсе сенің мұна түсіңе де келген жоқ қой. Ауырады ғой. Анна қарашы. Тоқтатышы. Бері қарашы, мұнда келші. Мұна күйе бала мені, ана бір қызметімен бұлай сәкіртіп жіберсе. Генерал боп шыға келсем. Содан Петербургтың көшесінде бұлай Невский проспектте таптап келе жатсам. Содан алдыман шыға қалып, біреулер көшені сыпыра қалып, бейтіп. Сәлемесіз бе деп тұрса. Керемет емес пе, Анечка. Петербургтың көшесінде бұлай сен сыпырып, иә? Иә. Сен соңғы рет мына тісіңді қашан сыққан білесің? Күнде жуам ғой мені. Мына киіммен сен Петербургқа кіргізе ма? Мен де деген генералдың мундирі болады ғой. Аня, тоқташы.
Ана земельника бар, үйге аяқ баспайтын болсын. Мақұл мамасы, мақұл мамасы. Эх, шіркен, ай. Қарға қолға түсті деген осы. Құдай мұндайды бермес ме, а? Мешка! Қайда жоғалып кеттің? Маған бір өтімге арақ алып кел, бол тез! Ей, мұндай нәрсе деген, ей! Ай, бұл деген бақыт қой! Барды енді, әлгі аршыларды түгел осында шақыр. Мыналарды отырсын. Шақыр кетпеңдер. Бар, шақыр бол! Бол тезірек! Қалайық! Болмас үйде шақыр жатыр. Қалайық! Мырзам үйде шақыр жатыр. Ал сендер, ешқайда кетпеңдер. Осырада отырыңдар. Әлгі аршылар қайда? Аршылар! Аршылар! Көрәйсің ба? Шырақтасың менің. Не болды? Әлгі қайда? Абдулин деген сволыш қайда, а? Абдулин. Қайда? Берген. Ербасын емес саған, а? Ербасын. Енді, арыздандың ба, а? Арыздасың ба? Сволыш. Әне, бергендер. Бол! Бас! Тез! Олдар! Қара, қодармасыңдар. Арыз айттың ба? Сенші? Кім айтты? Арыз айттың ба? Де? Ақшамды түгел сыпырып алды ма? Отыр. Тізерле деме саған. Мырзам, мыналарда келе жатыр мінеке. Құтты болсын. Менің кім екенімізді білесіңдер ме? Қайдағы? Мен деген генералмын. Түкірдім. Мен генералдыққа. Мен деген маршал болам. Мен маршал емеспін. Мен деген патшамын. Әлемдердің патшасы болам. Музыка! Музыка! Бейлік деген бар ғой. Ах, шіркін бейлік. Қолымда жетсе ғой.
Bonjour, monsieur, madame. Mынау кім екен? Менің кім екенім маңызды емес. Қарайым, сіздерде мұнда той. Менің қызым ұлы мәртебелімге күйеуге шығады. Ал сіздер шын мәнінде мұнда не болып жатқанын білмейді екенсіздер. Қалай білмейміз? Сіздер ревизор деген адам мүлде ревизор емес. Солай. Хаттан оқыдым. Қандай хат? Менде қалта да жоқ екен. Сіз кімсіз? Мен ба? Әлемдердің патшасы ма? Әлемдердің патшасы. Ein, zwei, drei, деңізші. Ein, zwei, drei. Міне. Мынау хат. Бүгін осы хат почтаға келді. Қарасам, адрес жазылды. Петербург қаласы Почтамский көшесі. Сосын ойладым. Мұнда бірдеңе көрген ғой. Демек, анда жазған ғой. Сосын не болды? Мені бір сезім баурап алғандай. Иә, бір құлағымнан бар ғой, мұнаны. Аш! Ашпа! Сосын мен қарап тұрып, қалай екен білмеймін, сұрып безіп басып қалдым. Ашылды, тұла бойымда қызып, күйіп кетер стадым. Бейтіп, тағы бұлай, ашымен суық. Сіз ұлы мәртебелімнің хатын қалайша ашасыз? Міне, бәлесі сонда. Ол ешқандай ұлы да, мәртебелі де емес. Қалай? Неге ол мәртебелім емес? Солай. Сенім. Сонда оның кім екенін білгілерің келмейді ме? Кім? Ол шайтан. Немесе соған ұқсас бірдеңе. Мен сені бар ғой, мен сені абақтыда шірітем. Абақтыда? Сіз ба, Антон Антоныч? Қолыңыз қысқа ғой деймін, қысқа. Неменеге қысқа? Мен сені керек десем, ана Сібірге айдатып жіберем. Айдатам. Сібір алыс қой. Одан да мен сіздерге хат оқып берейін. Оқы. Тонмен. Сәлем, достым Трепички. Саған мынадай бір қызық оқиға айтып берейін. Сонымен мен жолда жаяу әскер капитанына ұтылып, одан кейін мына қонақ үй қожайыны мені абақтыға қамағысы келді. Бірақ Құдайдың қалауымен аман қалдым. Себебі бұл қаланың тұрғындары мені Петербургтік киімме қарап басқолбасшы деп ойлап қалды. Сонымен мен қазір дуан басының үйіндемін. Оның әйелі
шынында да әйеліне барамау. Себебі не айтсам да орындауға дайын. Сонымен бір қызығы бұл қаланың тұрғындары маған бәрі қарызға ақша береді. Трепичкин досым, сенің мақала жазатының бар еді. Осы оқиғаны әдебиетіңе қоссаң деймін. Тақырыптың басы, дуан басы, шолағаттай ақмақ. Сен бар ғой, мынау хатты өзім жазып қойдым. Өзім ба? Ендеше міне, оқыңдар. Қайсыздар бастарын білмейді. Дуан басы шолағаттай деймін. Жоқ! Мен қалай алдандым, а? 30 жыл қызмет еткенде бір купец, бір алаяқ мені алдап көрген емес. Алаяқтың алаяғын, сұмырайдың сұмырайын. Былай айналдырыш едім. 3 губернаторды алдап соққам. Құдайы, ол Марияға сөз айттырды ғой. Мария. Мен кәрі қақпас. Мені кәрі қақпас деп айт. Бұландымды кәрі еттеші мені. Ол қазір анау сілімтік, боқ мұрын, шірік неме қоңғыраулатып атарбада кетіп бара жатыр. Ал, күліңдер. Күліңдер. Неменеге күлесіңдер? Неменеге күлесіңдер? Мына өз-өздеріңе күлесіңдер. Мына бетің қисық болса, айнаға өкпелеме. Nicht nein. Nein. Кешіріңіздер, дуан басының үйі осы ма? Бұл дуан басының үйі ма? Кешіріңіз, дуан басының үйі осы ма? Кешіріңіз, бұл дуан басының үйі ма? Кешіріңіз, дуан басы кім? Кешіріңіз, сіз дуан басысыз ба? Мен.
арнайы әмірмен Петербургтен келген ревизор сізге дереу келсін деп бұйрық етті. Иә, өзі гостиницаға тоқтады. Міндетті түрде келіңіз. Кешіріңіз. Возвысим степь, не принижая гор. Северно-Казанский театр. Еще раз наши поздравления от Минкультуры и от коллеги. Низкий вам поклон.